Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сенбі, сіздерге барлық жақсылықты тілеймін. Айт мерекесі құтты болсын. Айттарыңызбен. Достар, бүгін мен сіздерге қиярдың пайдасы туралы айтқым келіп отыр. Қиярдың ең біріншіден құрамында күндік қажеттіктер болған көптеген витаминдер бар екен. Бұлар В1, В2, В3, В5, В6 және С витаминдері. Фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш бар екен. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады екен. Косметика саласында үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Қиярдың пайдалары: ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады, артық салмақтан арылуға көмектеседі, өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартронды қышқыл бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайден немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болуы қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамырын диабетик қиналатындар үшін тапсырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге де болады. Ол үшін бір тілім таңдайдың арасына 30 секундқа қойылады. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдерін кесіп салып бөлмеге қойылады. Тағы да басқа пайдалы өте керемет түрлері бар. Ол үй жағдайында, яғни аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге болады екен. Шұңғылша раковина деген біздің үйдегі кәдімгі айналдыру, тазалау үшін бір тілімен ысқылауға болады екен. Құрт құмырсқаға да пайдасы өте көп. Бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршық қағаз, яғни фольга немесе топыраққа қою арқылы құмырсқаларымыз қашып кетеді екен. Міне осылай достар. Сіздерге де күнделікті осы қияр өнімін салат ретінде, тұздалған түрінде жеп пайдалы, денсаулықтарыңызға өте пайдалы екенін айтқым келеді. Көктем мезгілі келе жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар, айттарыңыз тағы да құтты болсын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Келесі видеода да кең пайдалы, денсаулыққа қажетті әрі дәмді тағамдармен бөлісіп отырамын.